Заң жобасына байланысты алғашқы жұмыс тобының отырысы болды, көші-қон және көші-қон комитетінде. Бұл жердегі мәселе жалпы азаматтардың, көшіп келген ағайындардың ең алдымен Қазақстанның тіркеуіне тұруы, құжаттану мәселесі. Өйткені бұл мәселе ары қарай оның тұрақтануы үшін, өмір сүру үшін, тіршілік ету үшін, әлеуметтік мәселелерін шешу үшін ең бірінші құжат болып есептеледі. Бірақ заң жобасында ықтияр хат берілу керек деп көрсетіліпті. Ықтияр хат беріледі, сол ықтияр хаттың негізінде оралман куәлігі беріледі. Екінші мәселе, заң жобасында жаңағы белгіленген облыстардың барлығына барады, ары қарай әлеуметтік көмектердің жүйесі соған сәйкес жасалады дейді. Демек, оралман куәлігі оның әлеуметтік көмектерге, құқықтық көмектерге ие болуының негізгі құжаты болып есептеледі. Ал егер ол ықтияр хат арқылы берілетін болса, бұл заңға қайшылық. Өйткені ықтияр хаттың ішінде оның ұлты көрсетілмейді. Біріншіден. Екіншіден, ықтияр хатты осы 20 жылдың ішінде біз жақсы білеміз. Ықтияр хат беру дегеніміз шетел азаматына ықтияр хат беру тәртібімен бірдей жүріледі. Оның ішінде оралманға ықтияр хат беру деген бөлек тәртіп жоқ. Демек, бұл ұзаққа созылатын процесс. Өйткені ықтияр хатты беру үшін тиісті органдардың тексерісінен өтеді. Ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік, керек болған жағдайда олар сол келген мекеннен оларға әртүрлі сұраныстар жіберуі мүмкін. Әрине ол белгіленген тәртіпке сәйкес жүрді. Олай болса, ол оралман көшіп келгеннен кейін 3 айдың ішінде ықтияр хат бере қою мүмкін емес. Өйткені бұл тәртіп 20 жылдан бері айтылып, бір жүйеге келген жоқ. Сонда біздің көтерген мәселеміз бұл заңға қайшы. Екіншіден, өмірлік тұрғыда оралманның тез келіп орналасуына, тіркеуге тұруына, әлеуметтік бейімдеуден өтуіне тікелей қайтадан қайшылық болып, және қайтадан қосымша проблемалар туындатады дедік. Сондықтан бірінші мәселе осы ықтияр хат беру дегенді алып тастау жөнінде. Екінші қозғалған мәселе анау жаңағы ұлтын белгілеу. Ұлтын белгілеудің тәртіптерін өзгерту. Үшінші қозғалған мәселе келген мекенінде жаңағы арнайы сот органдарынан сотталған, сотталмаған туралы анықтамалар алу. Бұл былай қарасаңыз, жалпы көшкі кері әсер деген сөз. Яғни көшті тоқтату үшін түрде қойып қойған кедергілер, қолдан жасалған кедергілер деген сөз. Осындай мәселелерді біз қозғадық, яғни заң жобасына байланысты парламентте алғашқы отырыс болыпты, бірақ бізді шақырған жоқ. Неге шақырылмағанын білмейміз. Сіз жұмыс тобындасыз ба? Жұмыс тобындамын. Нақтылы пікір айтқан азаматтарды қайтып парламенттегі отырысқа шақырмаған. Ол мәселені неге бізді шақырмадыңыз деп көші-қон комитетінен айтқанда айтты. Біз ұйымдастырған жоқпыз оны. Парламент өзі ұйымдастырды дейді. Яғни парламент өзі ұйымдастырмайды еш уақытта. Парламентте ұсыныс түседі министрліктен. Министрлік сосын соған қатысып пікір айтатын адамдар белгілейді. Әйтпесе парламент білмейді кімнің қандай ұсыныс білдіргенін. Сондықтан яғни осындай әлі бізде де кедергілер бар. Демек, егер заң осы тәртіппен жүрілетін болса, қазіргі жасалып жатқан ережемен жүрілетін болса, тағы да дұрыс болмайды дегенді кәміл айта аламын. Сенімдімін. Өйткені қазіргі жасалып жатқан заң жобасындағы өзгерістердің барлығы толық емес. Және де өміршең емес. Демек, бұл заң тағы да жалпы көші-қон мәселесін, жалпы қазақ мәселесін, қазақтың қауіпсіздік мәселесін, қазақтың демографиялық мәселесін, қазақтың біртұтастық мәселесіне әсер ететіндей, соған қызмет ететіндей заң болып қабылданады дегенге күмәнім бар. Қазіргі жағдайда. Өйткені алғашқы отырыста заң жобасы біздің қолымызға берілген жоқ. Сол жерде біз өзіміз сұрап алдық. Заң жобасын беріңдер бізге, біз нені талқылауымыз керек деп. Екіншіден, барлық облыстардан сұрақтар келіп түсті. Барлығының сұрағына ешбір жауап жоқ. Себебі 284-ші қаулы 25 маусымнан бастап күшіне енді. Бүгіннен бастап азаматтар апарып түрмеге қамауға әбден мүмкін. Ол қандай қаулы? Ол қаулы бойынша жаңағы белгіленген 7 облысқа бару керек. Егер ол 7 облысқа бармай басқа облысқа барса, оның қалтасында немесе есеп шотында $12,000 ақшасы болу керек. Сондай жағдайда ғана ол тіркеуге тұра алады, сондай жағдайда ғана ол ары қарай жүре алады. Сондай жағдайда ғана ол ықтияр хат ала алады. Қараңыз, ал Ресейден келген азаматтар үшін, кез келген басқа орыс ұлты үшін 3 айдың ішінде барлығын шешіп береді. Қараңыз, бұл қандай қайшылық, қандай көп мәселелер. Демек, яғни бұл заң қабылданғаннан кейін оның халықаралық нормаларға, жалпы Қазақстанның заңдарына қайшы екенін белгіленгеннен кейін қайтадан өзгертеміз деп жатыр, кірісіп жатыр. Бірақ бұндандай заңды бүйтіп өзгертіп кіргізіп жіберген парламенттен ертең нені де күтуге болады.
Сондықтан біздің енді бүгінгі басқосуда ойлап отырмын, тағы да тиісті органдардан азаматтар келген жоқ. Негізгі шешуші өзінің рөлін айтатын, өзінің нақтылы пікірін айтатын. Мен осымен жауаптанамын. Осындай себептері бар. Немесе бұл заңның мынандай тармақтары осындай заңдарға қайшы, немесе мемлекеттік қауіпсіздікке зияны тиеді. Сондықтан біз осы тармақты кіргізіп отырмыз деп заң жобасын кіргізіп отырған азаматтардан немесе органдардан нақтылы өзінің заң жобасын әр тармағын бізге талқылап айтып бере алатын адамдар, өкілдер келген жоқ. Екіншіден, осы заң жобасын талқылайтын бірден бір орган парламент. Парламенттің өкілдері келген жоқ. Демек, бірақ дөңгелек үстелде нақтылы пікірлер айтылды, нақтылы ұсыныстар айтылды. Осыны ойлаймын, нақтылап отырып жүзеге асыратын болып, тиісті адамдардың құлағына жеткізетін болсақ, бір шешім болатын шығар. Ал қазіргі бүгінгі таңда заңға байланысты, оның өміршең болуына байланысты нақтылы бір үлкен қадамдар жасалып жатыр деп айтуға ертерек сияқты.